Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Психология архитектурасы атты танымдық лекциямызға қош келдіңіздер. Бұл бейнебаян барысында біз адамзаттың өзін-өзі тану жолындағы ғажап эволюциясын бастан кешіреміз. Экрандағы ерекше бейнеге назар аударыңыздаршы. Адам басының ішіндегі күрделі механизмдер мен тісті дөңгелектерді, ескі кітаптар мен антикалық ғимараттардың қабаттасқан сұлбаларын көріп тұрсыздар. Бұл визуалды шешім кездейсоқ таңдалмаған. Психология антикалық мифтер мен аңыздардан бастау алып, бүгінгі таңда сананы дәл метрикалық өлшемдермен зерттейтін жоғары деңгейге жеткен іргелі ғылым. Біз адам табиғатын, оның ішкі әлемі мен санасын түсіну үшін ғасырлар бойы қандай тарихи белестерден өткенімізді егжей-тегжейлі талдайтын боламыз. Бұл жай ғана құрғақ ғылыми фактілер жиынтығы емес, бұл біздің өзімізді, яғни адамзатты тануымыздың ұлы сәулеті. Сіздерді адам санасының ең терең қатпарларына, оның іргетасы қаланған көне дәуірлерден бастап, қазіргі заманғы ғылыми зертханаларға дейінгі өте қызықты саяхат күтіп тұр. Сонымен адамзат өзін қалай түсінуді үйренді. Осы іргелі сұраққа жауап іздеп, психологияның іргетасын бірге қалайық. Миф және психология алдымыздағы экранда қабат-қабат қағаздардың ортасында орналасқан ежелгі пергаментке жазылған терең мағыналы сөздерді көріп тұрмыз. Белгілі француз антропологы Клод Леви-Стросс, миф бұл жұмбақ емес. Бұл біз әлі сұрағын таңдап үлгермеген жауап деп өте дәл әрі орынды айтқан. Бұл сөздер психологияның негізгі мәнін ашып көрсетеді. Адамзат ерте заманнан бері табиғат құбылыстарын, өз эмоциялары мен ішкі қорқыныштарын мифтер мен аңыздар арқылы түсіндіруге тырысты. Олар жай ғана ойдан шығарылған ертегі емес, адамның бейсаналық ішкі әлемінің айнасы еді. Енді оң жақ төменгі бұрыштағы жазуға назар аударыңыздар. Психология ғылымы бұл сіздер әлі қойып үлгермеген, бірақ өздеріңіз туралы білуіңіз керек сұрақтарға жауаптар каталогы. Яғни, психология ғылымы біздің бейсаналық деңгейдегі мазалайтын сұрақтарымызды жүйелеп, оларға ғылыми негізделген, нақты жауаптар береді. Бұл слайд бізге психологияның тек академиялық пән емес, адамның өзімен өзі жүргізетін толассыз ішкі диалог екенін еске салады. Біз бұл ғылым арқылы өз ішіміздегі мифтерді тарқатып, өзімізді әлдеқайда тереңірек тани түсеміз. Терминнің анатомиясы, психия және логос. Енді психология терминінің шығу тегіне, оның нақты нені білдіретініне тоқтала кетейік. Экранда екі үлкен жарты шеңберді көріп тұрсыздар, олар бірігіп бір тұтас үйлесімді ұғымды құрайды. Сол жақтағы көбелек бейнеленген нәзік бөлік көне грек тіліндегі психия, яғни жан ұғымын білдіреді. Психия бұл объективті шындықтың субъективті көрінісі, біздің ішкі әлеміміз, сезімдеріміз бен құбылмалы эмоцияларымыз. Ол көбелектей өте нәзік әрі үнемі даму үстінде. Ал оң жақтағы қатаң механизмдер мен берік құрылымдар бейнеленген бөлік логос, яғни мән немесе ғылым, сөз. Логос реттеуді, өз мінез құлқымызды және ойлауымызды саналы түрде ұйымдастыруды білдіреді. Дәл осы екі қарама-қайшы, бірақ бірін-бірі толықтыратын ұғымның қосылуынан психология термині туындайды. Төмендегі жазуға қарасақ, психология дегеніміз өмір сүру мен белсенді іс-әрекет үшін шындықтың бейнеленуін саналы түрде ұйымдастыру туралы ғылым. Бұл жай ғана жан туралы дерексіз ілім емес, адамның өз ішкі әлемін қалай басқарып, сыртқы ортамен қалай үйлесімді өмір сүретінін зерттейтін нақты да жүйелі ғылым. Адамды танудың екі тармағы. Адам табиғатын тану жолы негізгі екі үлкен бағытқа немесе тармаққа бөлінеді. Экрандағы алып ағаш діңінің екіге айырылуы дәл осыны білдіреді. Сол жақта қарапайым адамның сұлбасы орналасқан. Бұл жалпы психология немесе әмбебап қасиеттерді зерттейтін сала. Ол барлық адамдарға тән жалпылама заңдылықтарды, жалпы адамзаттың психикасы мен санасын зерттейді. Есте сақтау, зейін қою, қабылдау сияқты барлығымызға ортақ әмбебап процестер осы саланың еншісінде. Яғни, бұл тармақ бізді не біріктіреді? Адам миының стандартты жұмыс істеу принципі қандай деген сұрақтарға жауап береді. Ал оң жақта саусақ ізі бейнеленген. Бұл дифференциалды психология, яғни уникалды, жекелей айырмашылықтар психологиясы. Саусақ ізі сияқты, әрбір адамның ішкі әлемі де қайталанбас. Бұл сала адамдар арасындағы жеке айырмашылықтарды, мінез-құлық, темперамент, менталитет сияқты бір субъектіні екіншісінен ерекшелейтін барлық қасиеттерді терең зерттейді. Осы екі тармақ қатар дами отырып, адам табиғатының тұтас әрі толыққанды картинасын жасайды. Танымның үш сатысы. Белгілі ғалым Сергей Леонидович Рубинштейннің тұжырымдамасы бойынша адамды танудың тарихи үш сатысын қарастырайық. Экранда бір-бірінің үстіне қабаттасып жатқан түрлі құрылымды қағаздарды көріп тұрсыздар. Бұл тарихи қабаттардың символы. Ең астыңғы, ең көне әрі ауқымды қабат, бұл күнделікті өмір тәжірибесінің мыңжылдықтары. Адамдар мыңдаған жылдар бойы күнделікті өмірде бір-бірінің мінез-құлқын,
айырмашылықтарын жай ғана бақылап, өмірлік тәжірибе жинақтаған. Оның үстіндегі екінші, сәл ашығырақ қабат, философия ғасырлары. Бұл кезеңде адамзат жай ғана бақылап қоймай, алғашқы себептерді, заттардың мән-мағынасын іздей бастады. Жан дегеніміз не, сана қайдан пайда болды деген терең сұрақтарға философиялық жауап ізделді. Және ең үстіңгі, ең жаңа қабат, нақты ғылымның 10 жылдықтары. Бұл сатыда психология философиядан бөлініп, қатаң зертханалық эксперименттер мен элементтерді дәл өлшеуге көшті. Яғни, мыңдаған жылдық қарапайым бақылаудан бастап, жүздеген жылдық философиялық ой-толғаулар арқылы психология бүгінгі таңдағы нақты ғылым дәрежесіне жеткенін көреміз. Бірінші саты күнделікті өмір даналығы тарихта қалай көрініс тапқанына тереңірек үңілейік. Экранда ашылған үлкен кітаптың екі беті көрсетілген. Бұл екі түрлі өркениеттің көзқарасын білдіреді. Сол жақта ежелгі Грекияның амфитеатры мен театр маскасы бейнеленген. Бұл ежелгі ойшыл Теофрастың мінездер еңбегіне тікелей сілтеме. Ежелгі гректер адамның нақты іс-әрекеттеріне, оның әлеуметтік ортадағы көріністеріне қатты назар аударған. Мәселен, әуре сарсаңдық, менмендік немесе дөрекілік сияқты мінездер адамның қоғамдағы іс-әрекеттері арқылы сипатталды. Ал оң жақта ежелгі Қытай пагодасы мен әдемі желпуіш бейнеленген. Бұл қытайлықтардың цзуань, аралас жазбалар, трактатының көрінісі. Егер гректер сыртқы іс-әрекетке мән берсе, Қытай философтары адамның ішкі өзін-өзі реттеуіне және эмоцияларына көбірек көңіл бөлген. Олар ләззат алудан бастап, амбиваленттілікке, яғни бір уақытта әрі қорқынышты, әрі жағымды болу сезіміне дейінгі күрделі ішкі күйлерді өте нәзік сипаттаған. Бұл нақты ғылымға дейінгі психологиялық бақылаулардың қаншалықты бай әрі терең болғанының айқын дәлелі. Темперамент эволюциясы. Келесі слайдта біз темперамент ұғымының ежелгі Гиппократтан бастап, қазіргі заманғы Ганс Айзенкке дейінгі ғажайып эволюциясын көреміз. Экранда төрт бұрышты құрылымды матрица орналасқан. Антикалық дәрігер Гиппократ темпераментті адам ағзасындағы төрт түрлі сұйықтықтың басымдығымен түсіндірген. Олар меланхолик, қара өт, холерик, сары өт, флегматик, шырыш және сангвиник, қан. Ғасырлар бойы үстемдік еткен бұл көне байламдарды 20 ғасырда Ганс Айзенк ғылыми тұрғыдан негіздеді. Ол екі негізгі осьті енгізді. Тік ось бойынша тұрақтылық пен тұрақсыздық, нейротизм, ал көлденең ось бойынша интроверсия мен экстраверсия. Бұл Карл Юнгтың бағыттылық теориясынан алынған. Бұл жердегі ең басты инсайт мынада. Айзенктің заманауи факторлық анализі, ежелгі сұйықтықтардың араласуы туралы бақылаулардың шын мәнінде жүйке жүйесі қасиеттерінің нақты матрицасын көрсететінін ғылыми түрде дәлелдеп берді. Яғни, мыңдаған жылдар бұрынғы интуитивті бақылаулар қазіргі ғылымның дәл өлшемдерімен тамаша үйлесіп, адам табиғатының өзгермейтінін көрсетті. Өнер озық психология ретінде. Бұл слайдта біз өнер мен әдебиеттің нақты ғылыми психологиядан қалай озып кеткені туралы таңғажайып тарихи мысалды талқылаймыз. Экранда адам басының ішіндегі түрлі кеңістіктер, зәулім қала, кітапхана, жайлы бөлме бейнеленген. Бұл адам санасының көпөлшемділігін білдіреді. Мұнда атақты психолог Карл Густав Юнг пен жазушы Джеймс Джойстың Улисс 1922 жылы жазылған романы арасындағы байланыс көрсетілген. Бастапқыда Юнг бұл өте күрделі әрі түсініксіз романды шизофренияның көрінісі деп санаған. Алайда кейінірек ол ойын өзгертіп, Джойстың орасан зор психологиялық жаңалық ашқанын түсінді. Бұл жаңалық болашақтың менталитеті деп аталды. Улисс романы 20 ғасырдың аяғындағы адамның, мысалы қазіргі заманғы маманның немесе бағдарламашының санасын керемет сипаттаған. Бұл, бір санада көптеген тәуелсіз, виртуалды шынайылықтарды біріктіру қабілеті. Яғни, өнер мен әдебиет адам санасының келешектегі күйін, ғылыми психологиядан әлдеқайда бұрын сезіп, бейнелеп бере алатынын осы мысалдан анық байқаймыз. Философиялық толғаныстар. Енді біз адам танымының екінші үлкен сатысына, философиялық толғаныстар қабатына өтеміз. Экранда ішке қарай тереңдікке созылған концентрлік шеңберлерді және ең түбінде нұр шашып тұрған қасиетті жан сөзін көріп тұрсыздар. Мыңжылдықтар бойы философтар мен ойшылдарды мазалаған ең басты, іргелі сұрақ, адамның шынайы мәні не деген сауал болды. Философия психологияға ең іргелі ұғымдарды сыйлады. Оң жақтағы жазбада көрсетілгендей, философия психологияға оның базалық ұғымдық аппаратын жасап берді. Жеке тұлға, личность, рефлекс, сана және адамның мені сияқты тұжырымдамалар дәл осы философиялық ойлаудың тікелей жемісі. Ғалымдар әлі зертханаларда аспаптар мен тәжірибе жасамаған ерте кездің өзінде, философтар адамның ішкі әлемінің құрылымын логика мен ой қорыту арқылы зерттеп, болашақ ғылыми психологияның берік іргетасын қалап берді. Онсыз қазіргі психологияның тілі мен терминдері қалыптаспас еді. Парадигмалар шайқасы.
Бұл слайдта антикалық философияның қосалыбы, Платон мен оның шәкірті Аристотель арасындағы ұлы парадигмалар қақтығысын көреміз. Олардың көзқарастары психологияның кейінгі дамуына орасан зор әсер етті. Сол жақта ақ түсті, таза геометриялық пішінмен Платонның көзқарасы берілген. Ол үшін жанның мәні таза идея, яғни заттың шынайы, мінсіз мәні. Оның стратегиясы бойынша жан денеге тәуелді емес, ол дербес өмір сүреді. Тактикасы: жан тұтас және ешқашан бөлшектерге бөлінбейді. Ол болу немесе болмау принципіне сүйенеді. Ал оң жақта Аристотельдің прагматикалық көзқарасы орналасқан, ол түсті дөңгелектер мен құралдар арқылы бейнеленген. Оның пікірінше, мән бұл форма мен функция, мысалы, балтаның жаны оның шабу функциясы. Аристотельдің стратегиясы: жан денеге ажырамас түрде енген. Оның тактикасы бойынша жанды құрамдас бөліктерге, қабілеттерге бөліп зерттеуге әбден болады. Осы бір-біріне қарама-қайшы екі көзқарас бүгінгі психологияның екі үлкен бағытының іргетасы болып саналады. Платонның мұрасы: практикалық психология. Платонның идеялары ғасырлар өте келе қазіргі практикалық психологияға қалай ұласты. Экранда ежелгі тас қақпадан басталып, заманауи психоаналитик кушеткасына дейін созылған үлкен көпірді көреміз. Платонның өзіңді таны, өз идеалды мәніңді аш деген атақты ұраны ғасырлар бойы дамыды. Зигмунд Фрейдтің психоанализінде бұл тұжырым ол, бейсаналық болған жерде мен сана болуы тиіс деген еңсеру процесіне айналды. Яғни, адам өз ішіндегі бейсаналық қараңғылықты сананың жарығымен жеңуі керек. Одан әрі гештальт психологиясы Платонның жан тұтас деген идеясын жалғастырып, тұлға оның бөлшектерінің қарапайым қосындысына тең емес екенін, оның бір тұтастығын дәлелдеді. Ал көпірдің соңында Абрахам Маслоудың өзін-өзі өзектендіру, самоактуализация теориясы тұр. Ол адамның өз мүмкіндіктері мен әлеуетін толықтай ашу қажеттілігін алға тартады. Осылайша Платонның таза идеясы қазіргі гуманистік және практикалық психотерапияның негізгі қозғаушы күшіне айналғанына куә болып отырмыз. Аристотельдің мұрасы: ғылыми анализ. Ал енді Аристотельдің мұрасына назар аударайық. Оның прагматикалық көзқарасы ғылыми, аналитикалық психологияның негізін қалады. Экранда көптеген жәшіктері бар картоннан жасалған адам басы бейнеленген. Бұл көрнекі бейне Аристотельдің негізгі қағидасын тамаша түсіндіреді. Психиканы объективті түрде зерттеу үшін оны міндетті түрде өлшенетін элементтерге бөлу қажет. Ол жанды бір тұтас мистикалық құбылыс ретінде емес, жекелеген функциялар арқылы қарастырды. Оң жақтағы жәшіктерден шығып тұрған атауларға қараңыз: түйсік, қабылдау, есте сақтау, зейін және ойлау. Бұл когнитивті процестердің адамзат тарихындағы ең алғашқы каталогы. Аристотельдің жанның қабілеттері туралы осы ілімі қазіргі заманғы эксперименталды психология мен нейробиологияның тікелей бастамасы болды. Аристотельдің осы көзқарасының арқасында біз қазір мидың жұмысын механизм ретінде бөлшектеп, әрбір танымдық процесті бөлек зерттеп, нақты өлшеу мүмкіндігіне ие болдық. Нақты ғылымның тууы. Үшінші тарихи саты: нақты ғылымның дүниеге келуі. 1879 жыл психология тарихындағы алтын әріптермен жазылған ең маңызды жыл. Экрандағы классикалық метроном мен өлшеуіш сызғыш осы ғылыми дәлдікті білдіреді. Дәл осы жылы Германияның Лейпциг қаласында неміс ғалымы Вильгельм Вундт әлемдегі ең алғашқы психологиялық зертхананы ашты. Осы тарихи сәттен бастап психология философиядан ресми түрде бөлініп, дербес нақты ғылымға айналды. Вундт зерттеу пәні ретінде сананы, адамның өзіне субъективті есеп бере алу қабілетін таңдады. Негізгі зерттеу әдісі ретінде ол интроспекцияны, яғни ішке үңілуді немесе қатаң өзін-өзі бақылау әдісін қолданды. Вундттың басты мақсаты химия немесе физикадағы сияқты сананың ең ұсақ элементтерін бөліп шығару, және сол элементтердің арасындағы байланыстарды, яғни ассоциацияларды табу еді. Столда тұрған метроном осы алғашқы тәжірибелерде адамның зейіні мен санасының ырғағын өлшеу үшін қолданылған маңызды құралдардың бірі болды. Сана метрикасы. Вундт өз зертханасында көзге көрінбейтін сананы қалай өлшеді? Экранда метрономнан таралып жатқан дыбыс толқындары немесе өлшем шкаласы көрсетілген. Вундттың зерттеулері екі негізгі бағытты қамтыды: сананың қасиеттері мен элементтері, сондай-ақ зейін көлемін өлшеу. Ол эксперименттер арқылы сананың әрқашан ырғақты екенін анықтады. Сана элементтерін ол объективті, түйсіктер, дыбыс, жарық және субъективті, сезімдер, эмоциялар деп екіге бөлді. Бірақ оның ең үлкен әрі практикалық жаңалығы зейін көлемін өлшеуі болды. Вундт сана бір уақытта қанша элементті ұстап тұра алады деген сұраққа жауап іздеп, адам зейінінің шегі бір уақытта 3-тен 6 элементке дейін екенін есептеп шығарды. Қызығы сол, заманауи ғылым бұл көрсеткішті сәл ғана дәлдеп, атақты Джордж Миллердің 7-2 заңын қабылдады.
Бұл дегеніміз 19 ғасырдағы алғашқы өлшемдердің қаншалықты дәл әрі маңызды болғанын көрсетеді. Сана енді жай ғана ұғым емес, өлшенетін нақты физикалық шамаға айналды. Бір ғылымның үш өлшемі. Міне, біз психологияның сан ғасырлық даму жолын қорытындылайтын соңғы слайдқа да жеттік. Экрандағы шексіздік пен күрделілікті білдіретін лабиринт бейнесі адам жанының символы. Заманауи психология бізден адамды барлық ауқымда, толыққанды көруді талап етеді. Біз күнделікті өмірдің хаосындағы заңдылықтар мен паттерндерді байқауымыз керек. Философиялық меннің тұтастығымен жұмыс істеуіміз қажет. Сонымен бірге танымдық механизмдерді нақты өлшеп, ғылыми аппаратты қолдануымыз шарт. Төмендегі классикалық анықтамаға сәйкес, сана бұл субъектінің әлем және ондағы өз орны туралы түсінігі. Психология бұл жай ғана зертханалық тәжірибе немесе құрғақ философиялық ой емес. Бұл өнердің, философияның және нақты ғылымның басын біріктіретін, адамның өзін өзі тануға арналған ұлы құралы. Осы ұлы ғылымның тарихына жасаған саяхатымызға қосылып, назар салғандарыңызға үлкен рахмет. Өздеріңізді тану жолында сәттілік тілейміз.